Құда бала тамақтан алсайшы. Алдым, жедім. Осы тамақ аңсап жүремін. Аямай жедім. Ал. Алдым. Жеп ал. Бұндай тамақ енді біраз уақыт кездеспейтін шығар саған. Қой, Құдай сақтасын, жақсы сөз айтайын. Ресей деген мына тұрған жері ғой. Біздің ауылдың жігіттері талай барып келіп жатыр. Көзді ашып жұмғанша парасына келесіз. Ұр! Енді жездемнің ұйшықтырған түрі ғой. Жездең бар болсын. Көңгі жоқ қой Гүлбаш. Сабаққа хабарласпадың ба? Жоқ. Вообще хабарласпай қойсыншы сол. Мен де вообще хабарласпаймын соған. Ала жібі әкеп берейін ба? Үніңе қарап үзіп жібересің. Әзілдеп, жарқылдап жүреді. Что-то настроение жоқ қой? Жоқ. Жең, қартайған. Тем более күлетін жер күйіп қалған. Қартайған іштей ішті. Сәл батарейкасы отырғанда. Ана дауыс шығып жүрген. Плong. Қанша түкті қызық емес. Бұларға мән бермей-ақ қой, бұлар далбаслай береді өзі. Қуа береді. Мен жаңа үйден кішкене хабар күтіп отқам ғой, соны бір алаңдап отырмын жай. Маған алаңды ма, тамақ ішіп, сол па ішсейші? Іштім. Ойба. Ұлпан ғой. Қазір. Не болды? Бірдеңе білдің ба? Ал, онда біз апа, бізде тұрайық. Нәкөне екеуміз далаға шығып тамақ сіңдіріп қайтайық. Ауылды аралап, сіңгеннен кейін қайтамыз. Жарайды, мейлі, барды. Арырақ барып сіңдіріңдер. Бұлақтан кейін сайы бар, сояққа барып сіңдірсіңдер. Жақсы сіңеді. Мен постоянно сорада сіңдірем ғой. Қойшы. Ал, аумин деп жүріңіздер. Ал, маған тасарыңа береке берсін, жолдарың болсын. Аумин. Абайлап жүріңдер. Құда. Нәкөнай, әбілді ауылдың күшті қыздармен таныстыр, Ой, таныстырмақ қойсын шай. Тыныш барып сіңдіріп қайтсын. Өзі танысып да бұл. Қыз болмаса да ауылда абыройымыз бар. Любой разборканы шешіп берем. Оймай. Шексен, ана қайныңа хабарласып бір жағдайын біліп қоймадың ба? Күлпаш уайымдап жүр. Қойшы, уайымдамай қалсын ол. Жас бала емес ғой. Ол келер, хабарласа береміз ғой. Менің қайым сияқты аузым айлы емес та. Хабарласып қой. Ой, сіздің қайын жұт қайда бізде. Жету қайда сізге Дисаға. Тамаң сіңіп жатыр ма? Сіңіп жатыр өзі. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Қалай Нәкөнай? Көрші Самат қой. Мен құда балам әбіл таныс қой. Құда қош келді. Қош көрдік. Біздің ауыл осы міне, таза ауа, табиғат. Рахат қой. Нәкөнай, кім Макс көрмедің ба? Немне біле жаңа сені сұрап кетіп еді ғой. Өшерін өтті ма? Айдалады, неқ бір-бірлерін іздеп жүрсіңдер. Ой, іздегеннен ауылдың балаларының бірлік кетті де, құдай кеші. Сендерде де сондай жар? Бізде де сол қорқыттың күйі ғой сол. Біздің ауылда жоқ құдай ана Балтабай деген бәліқор бар да. Сол Темірхан деген баласы жаны. Сол Макс деген мен класстасым ұстап алып, шыққан тұстаған мышықтай шыңғыртып жатыр екен бір. Ол өзі Темірхан болса, Балтабайдың жалғыз тұяғы. Ол әлі бәріміз шырлатады. Сол ауылдың жігіттерін үгіттемейін ба? Барайық, ауылда осы мәселе болып жатыр, соны шешейік деп. Консада класстасымыз ғой. Содан да аналар айтады, ойбай жолама Балтабайға, ол қит етсе арыз жазады, ертең басыңа бәле болады деп, мынаусы былай тартады, мынаусы былай тартады. Ол негізі осы ауылдың адамы ба? Осы ауылдікі ғой, бірақ өздері бір бөлек бір ауыл өмір сүреді де олар. Енді қарастырса, оларға да бір заң бар шығар негізі, олар заңды өз-өзіне шығарады ғой. Жоқ, енді қазбаласаң періште емес та олар негізі. Жоқ, құдайға былай ғой. Олар андай бір роботтар құса өмір сүреді да. Бәрі бірдей ұйықтайды үйіндегілер, бірдей тұрады. Жоқ, енді болып туған, негізі даудың басын неде болып тұр енді? Осы, былай болған ғой құдайға. Абонент уақытша қолжетімсіз. Дыбысты сигналдан кейін хабарлама қалдырыңыз. Мынау әлі өшік тұр. Жынды болған шығар. Каталог уайымдайын дедім, аман болса дұрыс болар еді ше. Күлпаш уайымдай бермесе. Жақсы нәрсе ойласаң ше, ана сапарда жүрген адамдардың бар емес па, қасында жақсы нәрселер жүреді екен. Қайда ойлайсың жақсы нәрсе? Енді қызымен жүрген шығар. Қызбен жүре ма, кемпірмен жүре ма, бір тірімін деп хабар берсе болады ғой енді. Ой, құдай, Зарядкасы өшіп қалған шығар. Қош кәтілік. Джунглиде жүрген жоқ қой зарядкасы өшші. Любой біреуден сұраса бере тұршы деп звондасы.
береді ғой телефон. Католик. Ана құда бала үйден құр шықпасын. Мына сөмкесіне салып жібер. Мә. Ой, рахмет, апа. Пайдан қайтсын. Мә, апа. Бұны сапоққа беріп едіңіз ғой сіз? Әй, сапоғын қайсы, папоғын қайсы. Маған екеуі де бірдей ғой. Енді сенің де бұйырғаны киер кей. Иә. Накөнелер келмеді бі? Жоқ, апа. Ой, сол балада бір қайда жүрөз? Католик. Бұйырған кетпейді, қуған жетпейді деген рас екен, тағы да көзім жетті ше. Бәрі менің ініме дайындап ек, о байқұсқа түк бұйырмады. Бәрі сенің інің сыпырып кетті. Күлпаш ренжімеш. Онда мынаны Әбілге бермеймін, иә? Бермей-ақ қоямын да сапоқ келген кезде берем. Ой, құдай, мен не қылам ренжіп? Жынысың ба? Ренжитін нәрсе емес қой. Мен де уайымдап тұрмын ғой, сені ренжітіп алам ба деп ше. Ана қошқарды да Әбіл жеп жатыр, нанда енді Әбіл кисе. Католик, ол құдайдың ісі ғой, құдайға несін ренжеймін? Тек бас иеміз болды ғой. Надеюсь, сен әдейі істеп отқан жоқсың, ә? Күлпаш. Абонент уақытша Әлі өшік тұр. Қайтып уайымдамайсың мынаны? Жынды ма бұл бәлеше? Сәл тоқ жинап тұрса бейтіп. Мен кете берейінші? Ой, тұр. Кеткендесі қуасың ба? Соны. О, келе жатырмын екеуі. Қалайсыңдар жігіттер? Немене бәрің жиналып, ұруға келіп тұрсыңдар ма мені? Жабылып ұратындай емессің ғой сен. Не болды, Темірхан сәлемнен бұрын бәлезіп, сенімен сөйлесуге келіп тұрмыз ғой шейін. Сөйлесетін еш нәрсе жоқ. Қошқарды қайтарыңдар болды. Мен емес қана ғой. Мен сен қошқарын лайдан істеп апардым ба? Қошқарын алпап бердің, дұрыс па? Қошқар болмайды дедің. Өзім жерін бердім. Не дейсің маған енді? Жерің жер емес, сай ғой сен. Не қылам ол жерді? Қалай сай, пешерімізге біткен жалғыз жер болса өле ме, не істеймін мен? Жоқ қой басқа жерім мен. Жерің жоқ болса атаңның басын аласың ба мен қошқарымды? О, Темірхан ай, Темірхан. Ай, сол қошқардың астына қалғыр. Жіттер, сендердің бар ғой, мыналарың бар, конкретно жаман ұят. Бір қошқарға бола, бір-бірлеріңді өлтірмекшісіңдер ме, немне біле? Соны айтам, со? Мұнауын кім тағы? Мен құда болам. Қысқасы жігіттер, мен құда боламмен сөйлесетіндей құдалыққа келіп тұрған жоқпын. Қошқарды қайтарыңдар болды. Әйтпесе азанда заң жүзінде сөйлесеміз. Замашинство 1. Сес көрсеткендерің 2. Қорқытқандарың мені 3. Осы үшін жазаларыңды аласыңдар. Тоқта, Темірхан, тоқта. Сен кім қорқытып отыр? Енді не үшін жиналып келіп тұрсыңдар? Әлде құда боламмен атастыруға келдіңдер ма мені? Сен жаман тілің ұзын екен, Қанша сантиметр екен сонша? Сен көректі өлшеп, Сендер екеуің жүр, үй жағыма жатасыңдар. Енді азында бір хайвай болайын деп тұр. Сөйтеміз. Не болса да бір сойқан болайын деп тұр енді. Бірақ құда бала саған ырза болдым, Ударың мықты екен, кәдімгідей. Мойындаймын мықты. Бірақ ана жезден түтін шығатын болды енді бар ғой. Дүйсегенді уайымдамаса, сен қорғаймыз ғой, сен жақтамыз ғой. Сен бәле қайдан келіп? Жүрген жерінен шөп шықпайды. Жәмиле ұқсамаш, көней? Қазір барып жат демалай одан да. Не болса да енді азында көреміз ғой. Утро вечером мудренее дейді. Үйіңде жейтін бір нәрсе бар ма? Сол ғой, шыққан кезде тамақ сындыреміз деп шығып еді, асқазан жабысып қалды ғой қазір. Әлі қатыңнан қорқасың ба? Құмаш қаяқтың қорыққан? Жүріңдер бұйырған жеп жатамыз ғой. Кеттік па? Кім бар? Дүйсен? Жексен? Дүйсен? Ай, аман ба, Балтабай? Аманбыз еңесе. Әзірге аманбыз. Балдар қайда? Ай, тыныштық па? Не болды? Біреудің баласын ұрған қандай екен сұрайын деп ем. Қайда ана нәкөнайың, құда балың? Айналайын Балтабай-ау, айтып өлтірсейші, не болды? Шақырана бұзақыларыңды. Содан кейін айтам. Асықпай ұзақ айтам. 3 жылдан 5 жылға дейін созып айтам әлі. Католик! Кел тез бер.
сәлемет қайна. көп жаса. Ай, ана әбіл мен Наконай қайда? Әбіл түнде қайтып кетті ғой, апа. Ана Наконай жаңа Дүшенді шақыртты, сөйтіп Дүшен сояққа кетті. Күлпаш бие сауға кетті. Жексен бар. Бұлар зыр жүгіріп ізін жасырып жүр екен да. 2 сағат күтеміз жекеше. Келіп менімен тілдесті, тілдеспесе менің ашуымды білесің. Менен қашып құтылмайды. Жердің түбінен болса да суырып алам мен. Ісім сендермен болсын. Қарасай бұны, біреудің баласын ұрып. Апа не болып жатыр? Ай, ана Дүйсенді тез тауып кел маған. Бар. Тез. Күрекпен өлтірейін ба? Түсіге қой, құла баланы жатты. Не жатты сен мынау? Түнімен мен жұмысын істеп жатқан адам тірілгі ғой мынау. Ертең айлық алатын адам жатсы ғой мынау. Не жатсы мынау? Ол енді бір жездесін еркелеген болып тұр да. Тұр! Әбіл, құла бала. Ондайын қақай деген қой. Жезде, жағдайың қалай деп айтпай қойын. Приблизительно біліп тұрмын жағдайың, Жезде. Құдайға жүріндер жуынып шайынып шайға отырып бір шай ішейік. Рахмет, шай сорап та отырдың, уақыт жоқ. Не білдірдің дертінде, не болды? Дүйсеге негізі бар ма, Темірхан өзің әл? Енді Темірхан өзі кеп, мені ұрыңдар деп өзі кеп тиіспеген шығар? Ана бәлен тілі жаман аш жеген бар ғой. Қаным басыма шапты ғой мен. Сен қаның басыңнан басқа шабатын жер бар ма өзі, жоқ па? Не істейміз енді? Не істегенде жалғыз қайныңды ана милицияға жетектеп апармайды жүрсің, Жезде? Құда бала, мен саған айтайын. Бұл ауылда Дүйсеген шешпеген проблема жоқ қой. Любой теманың бәрін шешіп береді Дүйсеген. Мәрт қой. Шешеміз енді. Дүшен! Апам шақырып сен, сұрашын дейді. Ой, Әбіл? Кәтелік. Не алырсың сен? Жүрміз. Не алдайды апам, жайша шақырып ма? Ой, ана тапыр қайнаға келді үйге. Ой, соң қайнаға деп әлдеқандай ме, балтабай деп айта беріңдерші. Сол кісі бар емес пе, үйге келді. Апама өзінше қоқан лоққы көрсетіп, келіп алып, үйбей, ұрсып 2 сағатта шешпесеңдер, басқаша сөйлесем сендермен деп. Итай. Апама жеткіздің ма уже? Қалай, Болды. Не болып жатыр дейсің? Қой, соғысқа кеттім онда мен. Үйбей, соғыс несі? Қандай соғыс? Қайын жұрт үшін соғыс. Дүшен! Самат, сенде қылыш жоқ па еді? Қылыш жоқ, бірақ пышақ бар ғой. Пышақ кішкентайлау болады. Қоя берші онда, күресе салам. Один прогиб, балтабай погиб. Не болып жатыр? Сен қайтпадың ба не? Әлі қайтпадым әлі. Сен қатысың жоқ па? Ой, мен ештеңе істеген жоқ. Әшейін ұйықтадым мен әже. Жан. Бірақ құда балаға ырза болды ме? Удар деген мықты екен конкретно. Мықты ғой, бірақ ештеңе істеген жоқпын дедім де. Не болды? Жоқ, істемегенде просто удары мықты да, әшейін. Қойыңыз енді болды. Неменесін уайымдай бересіз? Жігіттер ғой енді, жігіт қой, өздері шешер енді, қойыңызшы. Басқа болса уайымдамас ем. Ол Балтабай ғой, Балтабай. Сен өз анық білесің бе не болғанын? Бір бас жарылып, қол сынған ештеңесі жоқ қой. Бұл әшейін шексіп қалған. Қорас төбелестірген сияқты кәдімгі болмайтын нәрсе ғой. Қойыңызшы болды, ауырып қаласыз қазір, уайымдай бермеңіз. Балтабайға соның өзі де жетеді. Наконай мен Әбіл не қылып жүр онда? Сізге не болған апа? Осы баяғыда біз қанша төбелесіп келсек те араласпайтын едіңіз ғой. Немене уайымшылып кеткенсіз? Ол заман басқа еді ғой. Қазір мына аяғыңды аңдап баспасаң, бір-біріне бәле жауып, жау болып жатқаны. Кел әтір ана, вандамыз. Не білдірусіңдерсіңдер, өгіздей болып? Наконай, түнде не болды? Ана Әбіл қайда? Ой, мен кінәм жоқ. Уайымдамаңыз. Темірханның өз кінәл. Балтабай сұрамайды сенен. Сен кінәлісің ба, кінәлі емессің ба? Иә. Сол жерде болдың ба, болды. Балтабай балталайды енді сені. Ал, казак саған. Көр енді. В общем, солай десене. Мен жалғыз баламды ешкімге таптатып қоймайым. Қазір участковый шақырам, әрі қарай заң шешеді. Әңгіме бітті осымен. Бар. Неге сразу участковый?
Заңнан бұрын адам пайда болды ғой, кішкене адамдарша сөйлесейік те Балтеке. Адамдарша сөйлес. Мен саған бағана бер мөңгелеп отырмын мен саған. Адамдарша сөйлестік. Ол заңға бағынбай бәріміз онда жабайы бір-бірімізді тоқпақтап жүрейік онда. Тоқпақтап жүр деп атқан ешкім жоқ. Әке балаға, ол аға ініге еркекше тәрбие бермей, бір-бірімізге арыз жаза берсек, ауыз біршіліп кетпей ме ауылдан? Ештеңе қылмайды. Бізде жігіт болдық ол. Енді азаматтарымыз енді бір тентектік үшін сағын сындырып қамай берсек, ертең жау келгенде ауылды кім қорғайды? Жау. Ел тыныштан не жау ол? Ел тыныш қой енді, Аллаға шүкір. Бірақ кейінен кім біледі, жау келіп атса, балдары түрмеде кейін келіңдер дей алмайсың ғой? Сен менің баламның көзін көрдің бе сен? Көрдім. Енді? Жаман тиіпті. Ештеңе қылмайды, көзі көрмеген еркек емес, балаңыз еркек қой. Бір қошқар әкеп тастайын. Жеңгем етін асып, сіз сорпасын ішеп, терлеттеп ашуыңызды бассаңшы. Болды ғой. Жер берем деп баламнан қошқар алады. Артынан келіп бұрып кетеді. Енді келіп үйде дым болмағанда енді ет жеп отырады екен да сонда. Миымді қатырма менің. Өз қошқарың өзіңе. Жиырма 25 соттық жер бар, сол Темірхандікі болсын. Балтеке, болды осымен бітсін. 25 өзің жерің ба сенің? Мен... Сен өз жерге там салып жатқан жоқсың ба сен? Мен Нәкөнайдың жеріне сабатырмын. Мен жерім тұрады ғой әлі. Да? Иә. Анау арғы ақып тұр. Талмен, терек талмен қоршап тастағам, жылына 2 рет оратын. Өзіңіз көрдіңіз ғой, тамаша жер ғой, білесіз ғой. Иә, білем ғой, енді жерді оформить ет, одан кейін көремін. Мәні? Ештеңе уәде беремеймін мен. Мәні? Енді жөнге келдіңіз, осылай азаматтыққа салып, бір ашуыңызды беріңіз, мен жерімді берейін, сонымен бітсін, болды. Азаматсыз ғой. Көреміз дедім ғой мен. Оформить етсе бірінші сен. Оформить етеміз. Не, нан ауыз десей, мұсылманбыз ғой. Жоқ, рахмет, тамақтан ештеңе өтіп атқан жоқ кез. Қошқар деге әкепті да. Сенен өтпіз. Қошқар 25. Сондайым мен қазір. Балтеке, 25 соттық жер, барсаңыз ортасында қошқар байлау тұрады, болды. Абайла бірақ мен тексерем қазір. Барам қазір. Жақсы. Енді тиіспеңдер баламай. Тағы 25 соттық жерін қап қоямын. Сисай қапа. Келіңіз. Аратыңызшы. Апа, кешіріңізші. Әбіліпте кешіріңізші. Жарайды, ештем етпейді. Сен дүйсеннен сұрасай кешірімді. Сол ғой оттай күйген. Жаным, рахмет үшін. Әдейі айтып отырсың ба? Оттай дейіп жатыр, оттай дейіп жатыр. Азарттан ұтқанымыз азарт не болып кетті ғой. Әне, көрдің бе? Анау ұтқан қошқарыңа қосып, жеріңді беріп, әрең құтылдың. Иә. Енді құмарға жоламайтын шығарсың. Қоян тішілей ұнжырғаңды түсірмен дейсен, не болсыншы ма, бір қайын жұртың еркелігін көтеріпсің да, сонша жүнжіп дейік, жүнің бетіңе шығып кетті ғой.